Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Әміре Қашаубаев 1888 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абралы ауданындағы Бегелен тауының етегінде кедей шаруа отбасында дүниеге келді. Орта жүздің тарақты руынан шыққан, әкесі Қашаубай қарапайым шаруа болған. Анасы Тоғжан бар өмірін бала тәрбиесі мен үй шаруашысына арнады. Алайда Әміренің әкесі аяқ астынан сырқаттанып дүние салады. Ол отбасының жалғыз тірегі болып қалады. Ерте есейіп, ауыр жұмысқа араласып, жоқшылықты бала кезінен көріп өседі. Әміре 12 жасқа толғанда Семей қаласына көшіп келген. Жас Әміре Исабек деген байдың ат айдаушысы болып, еңбекке ерте араласады. Исабек жас әншіні жанына ертіп жүріп, той жиындарда ән салғызады. Көп ұзамай Әміренің атақ даңқы бүкіл Семей өңіріне жайылады. Атақты қоянды жәрмеңкесіне барып, ел аралап ән салып, Қараөткелдік Сәтмағамбет, Ғазиз Айтбаев, Баянауылдық Жаяу Мұса, Қали Байжанов, Керекулік Майра Уәлиқызы, Қарқаралық Мәди Бәпиұлы сияқты арқалы әншілермен танысып, өнерін одан әрі шыңдай түседі. Кейбір деректерге сәйкес Әміре Қашаубаев кәсіби әншілерді көріп, байдың қарамағындағы жұмысын тастап, бар өмірін өнерге арнауға шешім қабылдайды. 1921-24 жылдары Семейде құрылған қазақ жастарының ағарту ұйымына мүше болып, әншілік өнерін шыңдай түсті. 1924 жылы Семей қаласында әншілердің байқауы өтіп, оған біраз әншілер қатысады. Нақты қандай әншілер қатысқаны туралы дерек жоқ. Бірақ бұл байқауда Әміре мен Қали Байжанов екеуі бір-біріне беріспей, ақыр аяғында екеуіне бірінші орынды бөліп береді. 1925 жылы Қызылордада өткен Қазақстан кеңестерінің 5-ші съезінде делегаттар үшін ұйымдастырылған концертте өнер көрсеткен. Осы концерт жайында Правда газеті керемет концерт, маусымның шыңы, керек болса башқұрт құрайшысы Исенбаев, қазақ әншісі Әміре Қашаубаев, өзбек биші әншісі Тамара ханым, шын мәнісіндегі халық артистері деп жазған. Сол жылы Парижде өткен дүниежүзілік сән өнері көрмесінде этнографиялық концертте ағаш аяқ, қанапия, үш дос, жалғыз арша тағы басқа әндерді орындап екінші орын алып, күміс медаль иемденеді. Париж апталығы газеті Әміре Қашаубаевтың сирек кездесетін талант екенін жазса, Сорбонна университетінің профессоры Перна фонографқа Әміренің орындауында бірнеше ән жазып алған. Осылайша Әміре Қашаубаев шет елде өнер көрсетіп, қазақ елін танытқан тұңғыш әнші болды. 1927 жылдың сәуір айында ол арнайы шақыртумен Мәскеу консерваториясының залында қазақ әндерін тамылжыта шырқады. Осы жылы Германияның майындағы Франкфурт қаласында өткен халықаралық көрмедегі концертке қатысып, қазақтың халық әндерін әлемге паш етті. Әміре Қашаубаев өмірлік жары Оразкені Семейде кездестіреді. Ол да қарапайым шаруадан шыққан тарақтының қызы еді. Ерлі зайыптылар тағдырдың қуанышы мен жұбанышын бірге кешеді. Әміренің басына іс түскенде, оның мүжіліп, жүнжіп кетпеуіне Оразкенің махаббаты септігін тигізеді. 1926 жылы Әміре Қашаубаевтың үлкен қызы Гүлән, ал 27 жылы кіші қызы Күләш дүниеге келеді. 1934 жылдың 7 қарашасында әнші Қазан революциясына орай Алматыда Қыз жібек операсын қою үшін үлкен премьераға дайындалады. Күләш Байсейітовамен бірге сахнаға шығып, Төлегеннің партиясын орындау Әміренің арманы болады. Алайда сол жылдың 6 қарашасына қараған түні, 46 жасында қақаған қара суықта Алматы көшелерінің бірінен Әміре Қашаубаевтың денесі табылады. Ол Алматыда жерленеді. Қашаубаевтың жұмбақ өліміне қатысты сан түрлі болжам бар.
оның бірі әншіге удың берілуі. Бірақ бұл болжамды нақтылайтын бірде бір құжат жоқ. Тек бір анығы Әміре Қашаубаевтың қазасы кездейсоқ болуы мүмкін емес еді. Талантты әншінің қазасынан соң оның ұлы дүниеге келген, алайда бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Халық соңғы сапарға Әмірені шығарып салды. Осы уақытта Оразкүл жүкті екен. 40 күннен кейін босанып, дүниеге ұл бала келіпті. Әміренің достары Иса Байзақов, Елубай Өмірзақовтар қуанып, үйіне келіп, сол кішігірім қуанышқа ортақтасқан. Әртіс Серке Қожамқұловтың өзі ұлдың атын Әміржан деп қоюға ұсыныс айтады. Бірақ нәресте апақ-сапақта 40 күнге жетпей шетінеп кетеді екен. Осымен біздің шығарылымымыз аяғына келіп жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.